пайғамбарымыз бірде жымият сахабаларының алдында отырып. Сонда сахабалар сұрайды: я Расулалла, неге жымидыңыз? Сонда мен мұсылманның жағдайына таңғалып жымидым дейді. Неге деген кезде, мұсылманның жағдайы сондай керемет дейді. Оған қандайда бір қуаныш, шаттық келсе, Аллаға шүкір етеді, кәна лаху хайран, ол оған хайырлы дейді. Оның басына қандайда бір іс түссе, қиыншылық келсе, сабыр етеді, ол да оған хайырлы дейді. Яғни мұсылман еш уақытта зиянда болмайды. Қандай бір қиыншылық келді ме, өмірдің заңдылығы бар, естеріңізде болсын. Өмірдің заңдылығы бар, Құранның аятында келеді бұл. Фа инна ма'ал усри юсра. Қандайда бір ауыртпашылық келсе, артынан көп жеңілдіктер келеді дейді. Сондықтан сіз шаршайсыз, шалдығасыз, ойламаңыз, босқа емес, сіздің сол арқылы күнәңіз кешіріледі. Сол арқылы сіздің Алланың алдындағы дәрежеңіз көтеріледі.